Сәлем достар, сіздермен бірге Азамат KZ. Достар, бүгін мен сіздерге бір керемет видео көрсетпекшімін, яғни пайдалы видео. Бұрынғыдай 3D сурет салуға реакция емес, достар. Бұл видео көп просмотр жинайды деген ойламын. Достар, видео басталмастан бұрын менің подписчигім 300-ға жетуге көмектесіп, менде қазір 271 подписчик. Осы видеода 300 болса мен қатты қуанамын, достар. Сондықтан да дәл қазір алдарыңызда тұрған подписаться деген кнопканы басып, лайкты басып, егер мен сіздерге көмектескен болсам, онда комментарийге жазып кетіңіздер. Достар, барлығында болатын шығар, память аз телефондарда память толып қалды дейтін жағдай. Достар, бүгін оны шешетін боламыз. Достар, ойламаңыздар, жай ғана очистка жасап, мына жерде очистка дегенді басып, солай тазалай салады деп. Одан да маңызды заттар бар. Достар, егер де сіздерде Xiaomi, Samsung тағы да басқа телефондар болса, Android болса, онда данные кешированные данные дейтін болады. Қазір подсчет кетіп жатыр, міне. Менде данные кеші 2 мегабайт. Ойламаңыздар, бұл 2 мегабайт, 3 мегабайт болады деп, сіздерде данные кеші немесе кешированные данные ол 1 гигадан асуы мүмкін. Менде бұрында 2 гигабайт, шын айтайын, 2 гигадан тазалаған екен, доступна 364 гигабайт болып қалды. Осы данные кешаны ешқандай қорықпай тазалаймыз. Бұл данные кеша дейтін, сіз ютубтан бір видео көресіз, инстаграмнан бір видео көресіз, солардың бәрі осы жерде сақталып қалады. Яғни бір браузерден бір музыка тыңдайсыз, бір сайттарға кіресіз, олар удалить кетеді деп қорықпаңыздар. Олар тұрады, сіздердің аккаунтпен кіргендеріңіздің бәрі тұрады, просто олар осы жерде сохранить етіліп қалып кетеді. Міне достар, кейін очистка жасай жібереміз. Болды достар, памятіңіз тазарады, сіздерге сөзбенен память тазарады. Достар, егер осы басқа нәрсеге тиіп кетіп жүрмеңіздер, сол данные кеша дегенге тек соны басасыздар. Ал достар, сіздермен бірге болған Азамат KZ, келесі кездескенше достар. Достар, айтпақшы, мен бір Mixpert дейтін приложениемен бір бит істеп шығардым, яғни музыка, тыңдап бағасын беріп кетіңіздер. Ссылкасы описаниеда болады. Достар, соның тағы бір айтатын жайт бар. Мен енді 3D сурет салуға реакцияны көп түсірмейтін болам, өйткені автор көріп қойып, нарушение авторских прав деп менің 13-ші частымды удалить етіп тастады. Сондықтан да достар, ренжімеңіздер. Мен өзім түсіріп, өзім салып түсіріп көремін. Егер өзім сурет салып түсіргенді қалсаңыздар, онда комментарийге жазып кетіңіздер. Достар, тағы бір айтайын. Менде 1000 подписчик болған кезде мен өзімнің түрімді көрсетіп видео түсіретін боламын. Сондықтан да достар, 1000 подписчикке жеткізсеңіздер, мен қатты қуанамын. Достар, осы 2021 жылға дейін 1000 подписчикке жетсек керемет болады. Сіздермен бірге болған Азамат KZ, келесі кездескенше.